Ал құрметті ағайындар, бүгінгі дүбірлі тойға қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Смет көкеміз 50 жас мерейтойын сіздермен бөлісіп отырған, арқа жарқа болған сәті, құрметті ағайын. Ал ендеше кешкі тамақтың да уақыты болып қалды. Алдымыздағы дастарханды біраз жерге апарып тастаған екенбіз. Десе де төрде отырған Әубәкір ағамыздан ақ дастарханды ашып, әумин деп ақ алайық. Алланың рахым пайғамбардан шапағат болсын. Алла тағала жарылқасын. Алла тағала отбасыларына берекет қайыр жақсылығы мен рахметіне кенеткен күйде Алла тағала той қуаныштарымызды берекелі қылсын. Алла тағала, ей Раббым, өзің разы болған күйде осы ағамыздың жасымызға ғұмырын ұзақ қылған сәлиқалы күн кешуін Алла тағала нәсіп ет. Ұрпақтарымыз сәлиқалы болып, осы кісінің қызметінде болуды Алла тағала нәсіп ет. Ей Алла, халқымызға, елімізге, жерімізге, мемлекетімізге тыныштық, қайыр, жақсылық бер. Басымыз аман, деніміз сау болсын. Амин. Аллаху акбар. Демалып отырайық. Ар жағымызға ел қонғаннан кейін бүгінгі той той иелері Смет пен Гүлиді қол сауып қошеметтеп отырға шақырайық. Ал енді ардақты ағайындар, құрметті той иелері, тойларыңыз құтты болсын. 50 жасыңыз құтты болсын. Туылған күніңізбен құттықтаймыз. 50-ден енді біреуін жасаңыз, әрмен қарай өзіңіз білесіз енді. Ал енді ардақты ағайын, бүгінде осында жиналған дүбірлі қуанышқа келіп отырған қара ормандай қалып, барша дос жаран ағайын туыс тілек айту керек. Ендеше ол кісілердің көңіл күйінің қалай болуы сіздердің де көңіл күйлеріңізге байланысты. Тойдың жақсы өтуі тамадаға байланысты дейді. Дұрыс, тамадаға байланысты. 50% тамадаға байланысты болса, 50% той иесінің көңіл күйіне де байланысты екенін ұмытпайық, құрметті ағайындар. Ендеше бүгінгі дүбірлі тойымызды жақсы бір көңіл күймен бастайық. Ол үшін де бүгін осы ортамыздағы той иелерінен бастайық. Ортамызда біз қазір музыканы жібереміз, көңілдірек музыканы. Сіздер билеп барып айланып келесіздер. Бірінші сізден бастайық, апай. Ең бірінші биімізді сіз бастаңыз. Төрден айланып, барша қара ормандай қалдыққа қолыңызды бұлғап, жақсылап қашып отырып билеп айланып осында келіңіз. Келістік па? Ал кеттік сай. Бимен жіберіңіз бұлай. Назарбай құсамай. Ал кеттік.
осылай қайталайсыз. Бірақ рахмет. Қырыққа енді жаңа келе жатқан адам сияқты. 50 жастық мерейтоймен бірлікте бұл кісілердің үйленгеніне 20 жыл тұр, 20 жыл. Бір қол соқпай, 20 жыл деген оңай ма? Қол соқпайға тұрарлық. Әсіресе мына Смет көкеме енді 20 жыл бір әйелмен енді. Бәрекелді, үлкен рахмет. Өзі 50 жасқа келсе де түрі 35 жастағы жігіттің түрін көрсетіп тұр. Міне, қандай фигураны сақтаған 50 жаста деген міне. Ай, бәрекелді. Ал енді құрметті ағайындар, төрде отырған ағайындар ортамызға тілектің айтады. Сіздер тыңдауларыңыз керек. Сондықтан ортадан кетіп қалмаңыздар, осында болыңыздар. Той құтты болсын. Міндеті ақыл беру, ден беру. Малшылардың міндеті малдарына жем беру. Саудагердің міндеті артық алып кен беру. Тымау тиген адамға міндет болар жөтелу, ал қарыздың міндеті уақытында өтелу. Тойға келген ағайынның міндеті дастарханға қол салу, асқазанға жол салу, барлығын ішіп жеп қоймай, пакеткеден мол салу. Той иесі Смет көкемнің міндеті асабаның ақысын молдырақ етіп тез беру. Асабаның міндеті тойға келген қонаққа рет-ретімен сөз беру, құрметті ағайын. Ендеше ардақты ағайындар, Алатаудай Ақтілеген алақандай жүрегіне сыйдырып келіп отырған Ақеділ, Ақпейіл ағайындарды ортамызға Ақтілектің кезегіне шақырайық. Бүгінде ереже бойынша ешкімнің аты аталып түсірілмейді. Стол бойынша ортаға келетін боламыз. Ең әуелгі Ақтілегімізді төр жақтағы үлкендер жағынан бастайық. Мынау енді ақсақалы Ассалаумағалейкум, тойға келген тойшыл қауым. Келген қонақтарыңызға Алланың нұры жаусын, Алларыңыздың берекеті болсын. Мына Смет бажа жасап жатқан тойларың құтты болсын, гүлей балдыз. 50 жасқа 50 жас қосылып, 100-ге келіңдер. Келесі тойды кейін налы тойға келейік. Тіпті мүмкін бір жаста ар жағында тағы бір адам алу. Аяқ жағын айтпай-ақ қойын, сол тойда ола берсін. Қайда кеттіңіздер? Гүлейде сенде кішкене құлағыңды көтеріп тұр, жалғасты той болсын. Жалғасты той болғанда енді түсінікті қой ар жағы, соның дайындығы мына жігіттер, мына той негізі 50 жас емес еді енді. Енді оны көңілін түсіріп, гүлейдің көңілін түсіріп не дейміз енді? Ар жақтарын өздерің түсіңіздер, кішкене бір алдымен бір тілеу жасап осындай жалпы ағайындарды шақырып, кішкене үйретпекші, келесі той кішкене оңайлау болады ғой мұндай болғанда. Солай бәрін айтып, барлықтарыңыз енді көңілді отырып ойнап күліп, Сметтің құрметіне келген адамдарыңызға рахмет. Көптен көп тағы да сөйлеп жатыр, мына жігіттер қалған. Ал енді мына Смет Гүлей жасап жатқан тойы құтты болсын, 50 жасы құтты болсын, 50 болсын, сол болатын шығар, бауырың құтты болсын. Келген адамдарға барлықтарына осындай үлкен той болсын, қуанышты болсын еді. Аман болайық. Ал енді Ташкент 50 жасы құтты болсын. Денсаулық, жасына жас қосылсын. Енді аман есен өстіп, бәріміз сенің 100 жасын тойлет. Ағашпен тіреніп келсек те
Аман болайық. Құрметті қонақтар, келген қадамыңызға гүл бітсін. Исмет Гүлей, Исмет туған күнің құтты болсын, 50 жас, өмір жасың ұзақ болсын, ауырма. Семьяда осылай бақытты болып жүре бер, бала шағаның қызығын көр. Осыдан 50 жылдан кейін 100 жас тойын тойлайық. Соған Алла тағала нәсіп етсін. Құтты болсын той. Біз келеміз. Güley, жасатқан тойларың құтты болсын, тойларың той болмаса бер, әрқашан аман болайық, бала шағаларың жасау болып, отамызды әрқашан ойлап көріп, тегіне тақанда тек жақсылыққа жетеміз. 50 жасың құтты болсын. Енді ары қарай 100 деп одан да көп енді жасаймын, аман болайық. Гüley екеуміз бақытты болсын. Тойға келген көпшілік қадамдарыңызға нұр жаусын. Қайын сіңілім Гüley, Күйеубала Исмет, жастарың ұзақ болып, 50 жасына 50 жас қосылып, осындай қызық қызметтердің ортасында 100 жас тойыңды тойлауға Алла нәсіп етсін. Бала шағаларыңның қызық қызметін көре беріңдер. Жарайды, рахмет. Исмет, туған күнің құтты болсын, Güley. Той жасағандарың 20 жылдығы құтты болсын. Дендерің сау, бастарың аман болып, балаларың қызықтарын тоймай жүре беріңдер. Енді балаларыңның тойларына келейік. Жалғасты 100 жаса. Бірлі той болсын. Ал енді сіздердің аттарыңыздан бір ән бар дейді. Бар. Асырайық. Бүкіл бірлі тойларыңызды әлмен әрлік мұсың.
ағайындар, бүгінде осы Смет көкеміздің 50 жастық мерейтойымен бірлікте үйленгеніне 20 жылдық қуанышы, құрметті ағайын. Мына жақсы тұрған не болды сіздерге? Сәл сабыр етіп отырайық. Мынау кезінде күйеуі әйелінен сұрап жатыр дейді. Жаным, осы бізді кім таныстырды деп. Бізді кім таныстырды десе, әйел айтады дейді, білмеймін, ол кезде дұшмандар көп болды ғой деп. Кезінде күйеуі айтқан екен әйеліне, жаным-ау, біздің үйленгенімізге 15 жыл болды. 15 жылдығымызды құттықтап, қорада қойдың біреуін сояйық, туыс-туғанды шақырайық десе, әйел айтады дейді. Әй, оның не керегі бар? Қорада қойдың не жазығы бар, одан да бізді таныстырған Мұрат сояйық деп айтады. Қисық сөз күлмекке жақсы, ойын күлкі үйтәмей, құрметті ағайын. Езуімізден күлкі, қолымыздан қошамет кетпесін. Дүркінді, өтер дүние бір күнде, 60 күн адам болғанша, бура боп бір күн сіркілде. Ағылда төгіл бұл күнде, шашылда сөгіл бұл күнде. Қарасаң көзің тояр ма, дүние дейтін шіркінге. Смет көкемнің 50 жастық мерейтойында шапалақ ұрмау мүмкін бе деп бір қол соқпалайық. Бәрекелді, үлкен рахмет. Ал енді келесі бір әдемі ақ тілектің кезегі төріңіз келіңіздер, және сіздер бірге келіңіздер. Ортаға билет келейік. Көпшілік Смекке бөлі бүгінгі келіп еткен 50 жасың құтты болсын. 80-90 тойлауға нәсіп етсін Алла. Бүгін жақсы бір жиылыс болды қауымда. Айда мені жылдан ескенше осындай жақсы тілектермен, жақсы қуаныштармен бас қоса берейік көпшілік. Басыңыз аман, деніңіз сау болсын. Көпшілік насip etкен бауырым ішінде тәуірім біз. Бірге өскенбіз, аталас туыспыз. Енді 50 жасың құтты болсын, жастар ұзақ болсын. Ғасырдан асың жасың, аяқпасын бастарың. Әлі ақ сөңге чал келді ғой. Балаларың ержетіп, келесі үйлесіммен де сендер осы туған күндерін 90 жастарын қайрап жатсың. Сол айтамын. Ассалаумағалейкум, тоғайдың көпшілік келген адамдарыңызға Аллахымыз жоқсын. Барлықтарыңыздың жасап жатқан дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Смет ағайын бүгінгі 50 жасқа келіп, тойлап жатқан мерейтойың құтты болсын. Қосақтарының қоса тартайындар, барша ағалардың қызын болыңдар. Күйеу Смет қарындасым Гүли бүгін жасап жатқан тойларын, қуаныштарын құтты болсын. Осында келіп жатқан барша туыс-туғандар, қос-жырандар, Алла разы болсын, келген адамдардан нұры жаусын. Смет бүгінгі өтіп жатқан 50 жасын 100 жасқа келіп, бақытты болыңдар. Шаңырақтарыңыздан бақыт құсы кетпесін. Мәңгі той болсын жүргендерден. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, тойға келген қонақтар, қайратыңызға көмесін, Смет. Осы жасап жатқан тілеулеріңіз қабыл болсын. Бүгінгі барлығы тату-тәтті бақытты өмір сүріңіздер, көп жастарыңыздан жастарыңыз жоқ болсын. Біздің мына жеңгеміз, ағамыз жақсылап бағып отыр екен. Осы расында жаңа жасап айтқан сияқты жас жігіттерді көрініп тұр. Гүли біраз енді дұрыс көрінбей қалыпсың.
тағы бір көрінде біреу алып алуға Алла нәсіпсіне жақсы қарамаса алып аласың. Осы қонақтардың бәрі де осы 50-ге келген тойларын құттықтап, бәріміз енді мына дос-жаран, тобы-құрдас болып шақырып жатқаннан кейін бәріміз енді танысып біліс болып осындай 50 жылдығымызды, 60 жылдық, 70 жылдық деген осы атамекенге келгенін көріп жатырмыз енді. Осыны ары қарай бұның өзі бір береке, адамдардың басын бір қосу, татулықты білдіреді. Қалғаны осы қонақтарға жұғысты болсын, барадарыңыз бақытты болсын, қызығын көріңіздер. Ассалаумағалейкум. Осы тойға келген тойшы қауым барлықтарыңа, келген адамдардың Алланың нұры жаусын, ой себет қанды болсын, 50 жылдың құтты болсын, туған күнің. Бастарың аман, дендерің сау болсын, қосақтарыңмен қоса келіңдер бір жастықта. Бала-шағаларыңның қызығын көріп жүре беріңдер. 50-ден ары қарай 70-80 жасты тойлай беріңдер, 100 жасты үйлерінде құттықтаңдар. Күн келсе барамыз Аллаға қаласа. Осы тойдағы барлық көпшілікке, сіздерге де осындай қуаныш болсын семьяларыңызда. Жылдарыңызға өстіп, береке бірлікте жүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассалаумағалейкум. Ардақты ағайын, құрметті тойшы қауым, шат тойларыңыз құтты болсын. Асметаға литәте бүгінгі түбір өтіп, артағаштың соғыспасаңыз да ағайын туыс, тошыраңыз басы болсын. Кереметтей бір той жасаласыз. Алла Тағала тойдан кендірмасын. Ана Қонаев атамның бір сөзі бар, ең жақсы көреді. Ердің жасы екерім дейді. Біреусін білдірмей жасап қойып, сен қалған елің Алла қаласа, қалдыратындай, таң қалдыратындай, біз сияқты нешектеріңізге өлігі болатындай тағы 50 жыл жасаңыз, Алла қаласа сол тойдың куәсі болайық. Ол кездерде Алла қаласа сізден көмек қыламыз, сол қуаныштарыңызға тартуды қайтуға нәсіп етсін. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіз, өз ортаңызда байбақ, дәулетті жігіттің сұлтанын жүре беріңіздер. Қыздар жағынан бірге сөйлесіп, келіңіз. Әуелі Алла, мұнан кейін Мұхаммед. Жалпы көпшіліктің Алла тілеуі Мұхаммед. 50-ге келіп жетіпсің 100 жасыңды, келесі тойда 100-ге жет. 100-ден асып кетпесе ол қырқынышқан, Бәрекелді, рахмет. Қазір суретке түсіп алыңыздар сосын. Қазір суретке түсіп алыңыздар сосын береміз. Және де тілек айтып қалған кісілер бұл жақтағы. Келіңіздер, бір ауызды. 20-30 бір шығару үшін мәселесі ар жағында сөзден кейін не қылады? Сөз айту керек, дұрыс шығар? Қайырлы кеш ағайындар, кешкі мұнды болсын. Смет аға, Күлей жеңге той құтты болсын. Ұрысақтарыңыз нұрлы болсын. Смет аға мен ең жақсы көретін көңілді жайсаң ар жақтың ағаларым біреуі, өзім жақсы көршіміз әлі. Бұл тойға бір ай бір өлең жазып ойланып. 7-8 жыл. Өмірімде өлең жазып, өлең оқып көрмеген, бірінші осы Смет ағаның көршінің құрметіне бір өлең оқып келейін деп тұрмын. Азғане өлең енді. Ердің жасы 50-ге келіп тұрсыз, шынардай шың басына шығып тұрсыз, кернеген бойыңдағы күш қуатты егемен еліңізге беріп тұрсыз. Күш қуат әлдағы арта берсін, жүрегіңіз жақсы болыпты, сарқа берсін, денсаулық жақсы болып әрқашанда, жасыңыз 100-ге дейін жете берсін. Отбасы аман болып бала-шаға, солармен келіңіз тамашаға, көгілдір көге шыққанда, елімізде сіздердей ардақ қыла жарасыр. Осы бірау шығасақ бәрі Тоқан деген әңгіме айтып жатыр. Оған таңғал отырмын, Күлей жең оған ондай бір жүрегін алмай қойыңыз. Смет ағам айтқан, алмайым деген ешқашан. Неге десе мен біреудің жап-жас қызын 20 жасында
әйел қылып алдым дейді. Енді 20-30 жыл соң бір тұрып, енді бір әйелге барғым келмейді дейді. Өйткені үйленген кез алды ғой, уәдесін берді. Мәңгі сені бақытты қылады, дұрыс па? Енді біздегілер енді біраз жағдай жасап, бір нормай қолы қылса, тоқал ойлаймыз. Екінші әйелді ойлап деген секілді. Оның түкте керегі жоқ ол. Әйел емес, басқа нәрсе ойлау керек бізге. Бизнес жасау керек, тірлік жасау керек, баю керек, бай қуатты болу керек. Ол әйел біреудің қызы бол, ең өзінде қызым бар екен. Оны тоқалдыққа берілесің, берілмейсің, бір ойлау керек. Әйелдің әңгімесі емес, басқа әңгіме ойлату керек бізде негізі. Рахмет бауырларым. Сенат аға, тоқтық. Ағайындар, жақсылап естіліп қалдырдық. Енді ортаға әншілер бар ма? Башеке бір ән бар ма? Келіп отырған бүгінгі Смет көкімнің бауыры әнші ұлдарыңыз Бүркіт Мырзаны ортаға шақырайық. Ассалаумағалейкум. Тойға келген тойшы қауым, тойларыңыз тойласын. Сметхан жездеміздің, Күлей апайымыздың бүгінгі шаңырағында қуаныш той болып жатыр. Сметхан ағамыздың жасы ұзақ болсын. Шаңырақтарыңыз әрқашан биік болып, дастархандарыңыз осы жақсылыққа жайыла берсін. Бұл қыздарымыздың қызығын көріңіздер деген ниеттеміз. Сіздердің құрметтеріңізге, сіз екеуміздің махаббаттарыңызға арманайды деген әнді қабыл алыңыздар. Şanım
Жақсы, екі рет тартып, ортаға кетпек, ары қарай билейміз дағы. Kızlar jamaat, bilimizdir mutluyda. Soğuk sayrakta, soğuk
Kızlar şamağı Bilimizden mutluydu Al bir kram Ağa bәрекелді. Bizim ортамызға алыс жақыннан келіп отырған бүгінгі Смет көкеміздің сабақтастарын ортаға шақырғым келіп отыр. Гүлсімхан, Жеңіс, Есімбек, Лаш, Үміт, Жеңісхан деген сабақтастар ортаға келейік. Әнелері ортаға бірге келіңіздер. Ассаламағалейкум, тойшыл жамағат. Келген қадамдарыңызға Алла тағала сауаптан жассын. Иә, Сәке, келіп жастан ұзақ болсын. 50 деген ердің жас, ар жағын өзің білесің, не істеріңді. Енді бұл сенетті барлығымыз танимыз, білеміз. Бірақ осы сенет қандай әулеттен шыққандығын біріміз білсек те, біріміз білмеспіз. Осы жөнінде бір-екі ауыз күні түсінік бере кетейін мен. Сенет өзі керей ішінде ителі. Ителінің әйгілі, батыры, биі, қады десек те болады, Зұқа батырдың ұлы. Зұқа батырды Зұқа алған екі мықтысы бар екен. Бірі Дүзбай, бірі Ырғайбай. Дүзбай деген атақты батыр екен, Ырғайбай деген ақылшы, кеңесші би екен. Ал осы қасымызда тұрған Семет, сол Ырғайбайдың шөбересі. Осындай әулеттен шыққан азамат болды. Сол Ырғайбайдың ақылы қонсын, өзіңе қонбаса да ұрпағыңа қонсын, Ырғайбайдың шешенде қонсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Жақсы тілек, 50 жасқа біреу келеді, біреу келіп жатсыңдар. Тағы да 50 жыл өмір берсін Алла тағала. Өксіріп жатқан ұлдарыңды Алла тағала имандылықпен, тақуалықпен өсіп өнуді нәсіп етсін. Және осы жалпы осы тойға келген жамағат барлық отбасыларында осындай тамаша той думан бола берсін, осындай жақсылықты бас қосуды Алла нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет көрейік. Ассаламағалейкум, баршаларыңызға. Иә, бүгін Смет біз негізінде Текеліде, мен енді өз басым, енді сабақтасым болмаса да, енді жолдасым Сметпен сабақтас. Әрі жерлесі, әрі құрбас бірге жақсы көреді. Мен өзім осы Текеліде жүріп, біз 23 жылдық өмірімде Сметпен араласып, танысқан жайым бар. Смет жаңа біздің Шекен қажа айтып кеткенде, керемет, жақсы ақылды жігіт. Ешкімге зәлім жоқ, өзіммен өзі болып жүреді бүгін. Сондай жігіт. 50 жас және шаңырақтарын көтергендеріңізге 20 жылдық осындай тойларды өткізіп жатқандарыңызға құтты болсын. Осы тойға келген қойшы қауымның адамдарына нұр жаусын. Басқа тілектейміз, тілектің барлығын алдымыздағы туысқан ағайындар бәрі айтып жатыр. Енді сондай болса да, тойға шашу деген сияқты өзімнің бір Сәкеннің бір сиясы кетпеген бір өлеңім деп жатады ғой, сол сияқты жолда келе жатып сиясы кетпеген бір неше жинақ өлеңімді оқып беруге рұқсат етіңіздер. Тойға шашу. Жиналғанда ағайын жұрт досыңыз, қуаныштан жеті өзендей тасыңыз, қосағыңмен қол ұстасып бір жеткен, құтты болсын қос 25 жасыңыз. Өзіңменен әрқашанда біргеміз, бөлінбесін осы берік іргеміз. Сынағынан бірге өтеміз өмірдің, озып жатса ортақ тапқан жүлдеміз. Жылдар ұрлап жастығыңның қызуын, байқатпастан салар қарттық құрығын. Бір қызғы бала дейді өмірдің, бір көрейік ұрпақтардың қызығын. Маусым мынау тау өзені күркіреп,
шашу шашқан бұлт төбеден сіркіреп, қосағыңмен қосағару жазылсын, ақ көңілден арнап жаздым шын тілек. Ассалаумағалейкум. Тойға келген тойшыл қауым, қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Бағанада бері айтып жатқан жақсы тілектеріңе құтты болсын. Сүметхан досым, енді бұл екеуміз кішкентайымыздан бірге өсіп, бірге келе жатырмыз. Сүметхан, жасыңа жас болсын, тағы 50 берсін. Әкеңіздің жасын берсін, саған келеміз, маған да берсін. Мен мына балалық жаңның өмірі шөбірі болып, ұрпақтарым еміре шөбірелерін қызығын көріп, тағы қуанышта тасырқан жайымда берсін. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Барлық тойға келген тойшыл қауым. Иә, Сүмет сабақтасым еді. Екеуміз бала кезінен бір ауыл өскенбіз, бір партада отырғанбыз. Ең жақсы көретін жақын, көңіл жақын сабақтасымның бірісің. Илайым осы жақсы күндерді әрқашан жақсы дастархандарда кездесе берейік, 50 жасың құтты болсын. Сегек деген жас едік кеше ғана, 50-ді еңсертті шашағара. Амандық мен тілеймін сабақтасым, бақытты бола берсін босағанға. Дей отырып, саған барлық бақытты, барлық жақсылықты, барлық өмірдегі тілеуге дейсін жақсылықтар тілеймін. Әрқашан өзіңнің ұл-қыздарыңның қызығын көріп, немере шөберелерінің қызығын көріп, 100 жаста, 100-ден де Алланың берген ғұмырын жасауға тілектеспін. Әрқашан осындай біріміз тойымызды тойлап, жасымызды тойлап, балаларымыздың қызығын тойлап, бөлісіп жүруге Алла бізді жақсы күндерге нәсіп етсін. Әрқашан бақыт тілеймін. Бақытты болыңдар сабақтастарым. Осы жерден сабақтастарым тіке тұрған бірінші сыныпта оқығанда Есімбек, Светқан, Ұтқан, төртеуімізден менің атым Көсімхан. Енді әрқашан өстіп жұмымыз жазылмасын, тағдан келетін сабақтастар келе алмай қалыпты. Алла қаласа, кейінгі ұрпақтардың балалардың тойында жүзетін шығармыз. Рахмет сіздерге. Мен енді сабақтасыма жаман менен бар. Ал қарекей, орамал той болмай жол болады. Сүмет сабақтасына арнаулы шапан кигізген жатыр. Шапан құтты болсын. Мына енді қазағымыздың дәстүрі, ырымы, арнаулы, иығыңызға жағалы шапан кигізіп жатыр. Сізге мың рахмет, үлкен алғыс. Шапан берсең шекпен бер, ақша берсең еппен бер. Шапанды киіп алған соң сабақтастарыңды ұмытып кетпеңдер деп қояйық. Ал келіңіздер, жалғастырыңыз. Құрметті көпшілік, барлықтарыңызға сәлем. Келген қадамдарыңызға гүл жаусын. Құрметті сабақтасым Сүмет, Гүлей, жасап жатқан тілеулерің қабыл болсын. Алла осы берген ғұмыр жасында болғандарың шүкір. Және бір жарты ғасыр өмір сүруге кетті. Бала шағалардың қызығын көріп, аман есен осындай той-қуанышта барлығымыз төрт түгел болып, барлығымыз аман есен басқа суға нәсіп болсын. Тойларың құтты болсын. Басына тағия және жейді. Құтты болсын.
келіңіздер, жалғастырайық. Тойға келген тойшыл қауым, қадамдарыңызға көзін өссін, Алланың нұры жаусын. Сметаға дегенде сіздерге бәрі жақсылықты тілеймін. Жастарыңызға жас болсын, бастарыңызға бас қосылсын. Екі ботақайыңызға қызық келіп. Жастарыңыз ұзақ болсын. Бәрі жақсылықты тілеймін. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, той құтты болсын. Сметаға, Гүлі жеңге, биыл Аллахтың қалауымен жетіп отырғанда қуаныштарыңыз құтты болсын. Алла тағаладан сіздерге ұзақ өмір сұраймын. Сонымен бірге жастарыңызды ұзартсын, жақсылықтарыңызды көбейтсін. Алтынғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер деп өзіңіз ата жұртта алып келіп, бізді осында қарап, бас көз болып отырған себепші болған алдымыздағы үлкен ағамыз сізсіз, сізді мақтан тұтамыз, сізді үлгі тұтамыз. Сіздерге өмірде барлық жақсылықты тілеймін Алладан. Ешқашан ауырмаңыздар. Біз арттағы інілеріңізге, бауырларыңызға қарап осындай дендеріңіз сау болып жүре беріңіздер. Мына сіздердің балаларыңыз біздің артымызда өсіп келе жатқан қарындасымыз Мәрмән мен ініміз Сағындықтың қызығын көріңіздер. Алла тағала оларды тура жолдағы салих құлдардан етсін, кейін өсіп сіздерге қызмет қылсын. Олардың балалары, немере шөберелері сіздерге қызмет қылсын. Алла тағала соны нәсіп етсін. Отбасыларыңыз мықты болсын, дендеріңіз сау болсын. Барлық жақсылықты тілеймін. Рахмет сіздерге. Ал бәрекелді, қалғанымыз қосыламыз ғой деймін. Бәрекелді, бүгін рахмет, той құтты болсын, билеп қайтыңыздар. Ет жеген батыр бабам, ас қадірін біледі ақылды адам. Арқа сүйер ақсақалдар аман болсын, тарихтан сыр шерткен ғасыр қалам. Қариялар төрде тұзын малдас құрып, қымыз жұлып сусындап, жамбас бұжып. Бас жамбас, жал жаяны алдырайық, қазақтың ата салтын жалғастырып. Қонақ келсе ет пісер, ет піспесе бет түсер дейді құрметті ағай. Ендеше ет жегенде елемейтін ештеңені, уа қазақ, алдарыңа ет келеді, ортаға ет әкелсін. Bismillahirrahmanirrahim. Asqarалық бас амандық денге жауап беріп нетілген тілегіңіз қабыл болсын. Бисмилlah, Аллаху Акбар. Алдымыздағы ыстық асымыздан дәманып демалып отырайық, аяқ қолды кең алып отырайық. Той құтты болсын, сіздер үшін қойылған қасиетті астан алып отырайық. Ал құрметті ағайындар, алдағы астан алыңыздар, сіздер астан алғанша біз әрмен қарай ақ тілегімізді жалғастыра берейік. Естейін десең тілектерді түйінде, алам десең ағайыннан бір үлгі, онда бауырым себебін тап той жаса, шаттығында күлсе түгіл ойнаса, биге әнге сусындаса тоймаса, күйкі тірлік шикі тірлік бітпейді, ағыл төгіл, шашыл сөгіл той жаса деп, күйкі тірлікпен, шикі тірлікпен бір сәт болса да тыныстап, ағылып төгіліп, шашылып, сөгіліп жасап жатқан той құтты болсын ағайын. Келесі әдемі ақ тілектің кезегін сол жақ қанаттағы Арман ағамыз бастаған және оң жақ қанаттағы Төлен мырза өзің бастаған барша қонақтарды ортаға шақырайық. Келіңіз. Той құтты болсын. Келіңіздер, бастайық. Ассалаумағалейкум, тойға келген тойшыл қауым, адамдарымызға Алланың нұры жаусын.
Ал Смет бауырым, жасың кіші болғанмен өмірдегі досымсың. Артымнан ерген інімсің. Екі жарты бір бүтін боп, жалғыз басыңменен сол мекенге әдемі сіңген бір сұлу жігітсің. Сенбек білейін. Енді осының артынан бала-шағасын тазартып, бағып, қағып, осы қосағымды қосаға теуге Алладан 5 уақыт намазда 5 уақыт тілегін тілемеген бір жақсы ару қызсың. Алла тілектеріңді қабыл етсін. Осы елуді берген Алла жүзді де берсін. Қолымды ұяға, қызымды қияға қондырып, немереңнен 18-ді, шөбереңнен 25-ді берсін Алла тағала. Жасың жүзге жетіп, жүзден асып, мына күнгі қуанышты тойынды, мерекеңді Алланың атыменен айтамын. Енді әкеңнің бір аунап тұрсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Армысыздар, бармысыздар. Тойға келген тойшыл қауым. Смет аға, Гүлей жеңге, жасап жатқан тойларымыз құтты, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Смет ағамыз болғанмен қалжың жасатын, сондай ақ көңіл, ақ еділ, өзіміз құрмет ететін ағаларымыз болатында. Бүгінгі 50 жасымыз мерейлі болсын, 20 жылдық некелеріңіз, ақ некелеріңіз осылай мәңгі баянды болсын. 50 елдің жасы дейді, 50-деге жігіт қыз алады, 50-деге қызды кім алады дейді. Балаларыңызды бұдан да көбейе берсін. Сіз тоқтап қалмаңыз, 60 бай, 70 байларды, 50 байларды таптырыңыз. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Сізге Жамбылдың жасын берсін, Абылайдың айбатын берсін, Зұлқа батырдың жүрегін берсін. Мәңгі бақытты болыңыздар, осындай қуанышты мерекелерде жүздесіп тұрайық. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым, тойға брадарыңыз бір жаусын. Абы Смет аға, Гүлей тәте, жасап жатқан тойдарыңыз құтты болсын. Сәкеңмен әңгімелесіп отыр едік, әгерден бір әңгіме айтады маған. 50 жас деген болмайтын жас екен. Неге десем? Жас қыз-келіншектерге барайын десе, сені кәрі деп айтады. Ал ата-апаларға қосылайын десе, ол сені бала деп айтады. Бұл маған жас екен дейді ғой маған. Сол сияқты 50 деген керемет жас. Бір ғасырдың жартысы. Бұған келгендер де бар, келмегендер де бар. Енді жасымызға жас қосылсын. Гүлей жеңге екеумізді аман есен болыңыздар. Осы екі қолымызды өсіріп отырған содармен мақтанатын, біраз бала азамат болсын, ол қызымызбен мақтанатындай. Ал енді баршаларыңызға, дендеріңізге сау болып, осындай жақсы ортада бас қосқанға нәсіп етсін Алла. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Тойшыл қауым, келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Смет туылған күні құтты болсын, 50 жасы құтты болсын. Үйлеріңізде осындай той бола берсін. Бастарыңыз заман деніңіз сау осындай артастарында. Кез күнде Алла тағала нәсіп етсін. Барлығына жауысты болсын. Смет күйеу, Гүлей қарындасым, тойларыңыз құтты болсын. Күйеу Смет жасың 100-ге келсін, құшағың гүлге толсын, айналайын қара. Саудаң түсетін болсын, қаншада қамдау ұшсын. Осы текенде бір қамдау ашып отырған осы ғана біткен текеннің тасудасын қамдап отырған атақты қамдаушы болсын. Саудаңыз түсетін болсын. Аға жеңге, жастарыңыз ұзақ болсын. Бір жаста қартайыңыздар. Балаларыңызға Абайдың жасын, өздеріңізге Жамбылдың жасын берсін, балаларыңызға Абайдың жасын берсін. Қолдарыңызға құрап, жүректеріңізден иман құлақтарыңыздың азан кетпесін, ниеттілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Жүзге келіңіздер, өмірдің өрінде достарыңыздың көңілінің төрінде жүрегін.
Сіздің ол кісілермен қатысы жоқ па? Иә, күні жасап жатқан тойларың құтты болсын, тойларың той қыласын, 50 жас тойлап жатырсың Смет. Бұдан ары қарай да жас тойларыңды тойлай бер, енді бұны 50 деген сияқты. Сендерге ең бақытты күндер тілеймін. Тойға келіп отырған дос-жарандар да жұғысты болсын, үйлеріңізде осындай той болсын. Ертең бар өлең оқиды. Смет күйеу жалсың ғой, арман асқақ, достарыңды жүресің алға бастар. 50 жас тойлағаның жақсы болды, кетті ғой ойлар салып жаныңа жақсы. Метаркы, шайды көрді замаркы. İçinde var mı? Kamerasını buraya. Al қараңыздар. Камераға қарап, сәл жымиып, ішті тартып тұр. Ал бәрекелді, әрмен қарай Дана мырзаның жақсы әніне.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحيم إمام الكتابات قرصنا وتحديد تبيك القابل بس جيل رسول القصيد شرع الله تعالى قام جالس في الإمام وبين تعقب للرسول الناصر أمين قولي للتنصيرات البارك الله تعالى جميل من درسل المصير بهيد الزمان جزء مستشفى أنا قاشد درسل المستشفى الله تعالى جزيل الناصر برحمتك يا أرحم الراحمين الله آمين.